Бәйбіше, бірінші бөлім. Мен Алматы облысында 1940 жылы ауқатты отбасында дүниеге келдім. Арғы-аталарымыз діни сауатты, сол өңірде әйгілі үлкен молда болған. Көздері ашық, жазу-сызудан хабары бар кісілер болған екен. Әкем де сондай еді. Осы себепті бізді де жастайымыздан хат танытып, ілім-білім алуға, көзіміздің ашық болуына барын салып, тәлім-тәрбие берді. Отбасымызда әжем, ата-анам, 2 ағам, мен және 2 ініммен 8 жан едік. Әкем соғыс ардагері. Немістермен соғыста сол аяғына снаряд жарықшағы тиіп, госпитальда біраз жатып, ағашқа сүйеніп, аяғын сылтып басып, елге оралған екен. Ол кезде мен шамамен 4 жастағы, енді ғана ес біліп келе жатқан бала едім. Әжем мен анам бие, сиыр сауып, үйден ағарғанмен ет үзілмейтін тоқшылықта өстік. Мен жастайымнан білім құмар болып, ержеткен соң жоғарғы білім алып, мамандық иесі болдым. Өз ана тіліммен орыс тілінде еркін сөйлейтінмін. Бойым ұзын, шашым мен қасым қою, етім тірі, сөзшең, келісті жігіт едім. Сымбатыма қарай жігіттің төресі болып, жас уағымда талай қыз-қырқынның жүрегін жаулап, серілік құрып жүрдім. Кейін әкемнің арқасында ауылдағы совхоздың бас есепшісі болып, қызметке тағайындалып, жақсы жұмыс істеп жүрдім. Жасым 27-ге келгенше қыз таңдап, үйленуге асықпай жүріп қалдым. Екінші ағам үйлі баранды болып, өз алдына отау тігіп, бөлек шыққаннан кейін әке-шешем: "Қашанғы осылай жүре бермексің? Саған кез келген қыз қуана-қуана тұрмысқа шығар еді. Бұл маңайда өзің секілді білімді, қызметі бар, жағдайы жақсы жігіттер кемде-кем. Бір шүйке басты тап та үйлен. Болмаса кейінгі інілерін сенен бұрын үйленіп алады", деп қолқалай бастады. Ал мен сол баяғы қиялымдағы ұзын бойлы, қыпша белді, қасы қиылған, бота көзді, ерні шиедей, аузы оймақтай, қолаң шашты, аруды кезіктіріп қаламын ба деп жүре бердім. Осылай жүргенімде бір күні әкем: "Тәкіш, кезекті демалысында оңтүстікте тұратын бір досыма қонаққа барамыз. Жол ұзақ, онда бірнеше күн боламыз. Сондағы дос-жаранды аралап қайтамын. Сен менімен бірге барасың. Ел көріп, қыдырып, демалып келесің. Ақырындап жолға дайындала бер", деді. Біз үшін әкемнің айтқаны заң. Мінезі қатқыл, көп сөйлей бермейтін, бірдеңе айтса дөп еткізіп, нық шешіммен айтатын. Содан ол кісінің бұйрығын амал жоқ орындайсың. Анам мен әжем әкемнің қас-қабағына қарайтын. Анам әкемнің жанарынан ақ барын ұғып, оған мүлде қарсы келіп, бір ауыз сөз айтпайтын. Содан кезекті демалысымды алып, әкем екеуміз оңтүстікке қарай, қазіргі Түркістан облысы Шымқаланың маңындағы әкемнің соғыста бірге болған досының ауылына қарай сапар шектік. Бір күн жүріп, әкемнің досының ауылына да жеттік. Бұл жаз мезгілі болатын. Таң атпастан күн шыжып, қайнап тұр. Сабырхан әкейді ол аумақтағылардың барлығы таниды екен. Сұрастырып, бір үлкен дарбазаның алдына келдік. Қақпаны бір бойжеткен ашты. Әлгі қызға қарап, аузым ашылып тұрып қалдым. Тура менің қиялымдағы, арманымдағы ару еді. Реңі келіскен, аққұба жүзді, ұзын бойлы, қыпша белді, қосанары дірілдеп, көзге ұрып тұр. Қиғаш қас, шие ерін, оймақ ауыз, қолаң шаш. Қолаң шашы бөксесіне дейін түседі. Көзім рентген құрылғысы секілді. Қас-қағым сәтте әлгі бойжеткеннің барлық түр тұлғасын сұқтана қарап өттім. Күлімжіген ботадай көздерімен бар болмысы жүрегімді дір еткізді. "Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер", деп біздің кім екенімізді де сұрамастан үлкен үйге қарай бастап жүре берді. Дауысы қандай шіркін, жібектей-ау. Мен қыздың соңынан қарай, одан көз алмай, әкеме ілесіп, аяғым шалынысып, құлай жаздап жүре бердім. Әлгі сұлу маған қарап,
менің мына түріме жымыңдап күліп қояды. Мен сонда да қысылмаймын. Оған қарап бір көзімді қысып қойдым. Алғаш әкем оңтүстікке барамыз дегенде іштей келгім келмей, амал жоқ, әкеме қарсы келе алмай бірге жүріп едім. Енді мына аруды кезіктіргелі мені Құдайдың өзі алып келді-ау, дедім іштей.